Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге 30 минутта дайын болатын дәмді кекстің рецебін ұсынатын боламын. Бізге қажетті заттар өте қолжетімді. Қант, жұмыртқа, сары май, бірақ ыстық болмауы тиіс, айран, ұн, ванильный сахар және қопсытқыш. Ең бірінші 2 жұмыртқаға қантты қосып, қант ерігенше жақсылап миксерлеп араластырып алатын боламыз. Оның үстіне ванильный сахар қосамыз. Егер сізде болмаса, қоспай қойсаңыз болады, ештеңе етпейді. Оның үстіне еріген сары май және айранды қосып, жақсылап араластырамыз. Және келесі, електен өткізілген ұн мен қопсытқышты қосып, қою масса болғанша араластырамыз тағы да. Бізде осындай қою масса пайда болады, және осы массаны кез келген кекс пісіруге арналған ыдысқа бөліп саламыз. Және духовкада 180 градуста 30 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің кексіміз дайын. Қып-қызыл жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.